Мындай хадис бар, сахих хадистердің бірінде. Ар-ризқу ашадду талабан лил-абди мин ажали. Сенің ризығың сенің соңынан қалмайды дейді. Тіпті өлімнен бетер. Сенің өлімнен қашып құтыла алмайсың ғой. Өлімнен қашып құтыла алмағаныңдай, сенің ризығыңнан да қашып құтыла алмайсың дейді. Ол сен ризықты талап еткеніңнен де бетер сені талап етеді дейді хадис. Ар-ризқу ашадду талабан лил-абд. Тіпті екінші бір хадис бар. Лау фарра ахадукум мин ризқихи ла юдрикуху кама юдрикуху ажалу. Кімде-кім өз ризығынан қашатын болса, ол бәрібір қуып жетеді оны дейді. Өлімі секілді. Қалайша өлімнен қашып құтыла алмайсың, ризығың да сені қуып жетеді дейді. Сол үшін бұдан мынадай ой туындайды. Қабірге дейінгі болашағың, қабірге дейінгі ризығың Алланың қолында, еш уайымдама. Жазылған өзі-ақ тауып алады сені. Ал қабірден кейінгі болашақ